Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай жаңа жылдық дастархан дайындаймыз. Жолбарыс жылына арналған салатымыз, рукколадан салат, меренговый торт, және қабырғадан ыстық тамағымыз, және 2 түрлі тіске басар дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, тамашалап, жасап көріңіздер. Өте дәмді шығатын тағамдар. Міне, барлығы көрсетілген. Толық құрамы описание бөлімде жазылған. Ал енді кеттік. Бірінші етімізді маринадтап қою үшін оны жуып, осылай орталарын ашып, және мен магидің для ребрышек деген дәмдеу үшін қолдандым, және оның үстінен соя тұздығын, 1 қасық сірке суы және сарымсақ қостым, куркума қостым және паприка қостым. Осылардың барлығын салып, араластырып, оны осы етімізге жақсылап жағатын боламыз. Арасын барлығына осылай тигізіп жағыңыздар. Осыдан кейін жанындағы еттерін барлығын турап қойдым. Оларға да осылай, дәл осылай маринадты жағып қоямыз. Және үстінен 2 кивиді осылай майдалап турап, оны езгілеп, тағы да жағып қойдым. Етіміз жұмсақ болып пісу үшін. Арнама жазылып, жаңа рецептерді бірінші болып тамашалау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ет жақсы маринадталу үшін оның бетін пищевой пленкамен жақсылап орап қоямыз. Маринадталып дайын болған етке осылай картошка және сәбізді турап, қасына қосатын боламыз. Пешке салуға мен осындай рукав алдым. Оны өзіңізге қажетті етіп кесіп алып, сәл артықтау ала беріңіздер, себебі кішілеу болып қалады шетін жиналған уақытта. Осылай астына картоп пен сәбізді салып, үстінен маринадталған етімізді салдым. Және тамағымызды 180 градусқа 1,5 сағатқа пешке салатын боламыз. Асты үсті қосулы болуы керек. Қабырға маринадталып тұрған уақытта мен қалған тағамның барлығын дайындап қойдым, сондықтан видеода сіздерге барлығы түсінікті болу үшін бірінен кейін бірін көрсетіп жатырмын. Енді тортқа кірісеміз. Бұл жерде белоктарды бөліп аламыз. Бізге 200 грамм белок керек болады. Өлшеп көрсетіп жатырмын. Менде бірінші категориялы жұмыртқадан 6 жұмыртқаның белогы 200 грамм болды. Ыдыстарыңыз таза болу керек, және бірде-бір капля сарысынан түсіп кетпеу керек. Осы белокты осылай кішкене ғана көпіртіп аламыз. Оның үстінен қантты салып отырып, осылай миксерлеп отырамыз. Толық қантты бірден салып жібермеңіздер. Міне осындай масса шығады. Лайк басып қолдап отырыңыздар. Осылай жақсылап миксерлейсіз. Осы белогымыз ыдыстан түспеу керек төңкерген уақытта. Сонда сізде меренгаңыз жақсы болып піседі. Түсіп қалмай әдемі болып. Оның үстінен лимон қышқылынан бір ғана шым-шым салдым.
тағы бір рет осылай араластырып аламыз. Одан кейін крахмалдан, кукурузный крахмалдан саламыз. Және осы екі масса бір-бірімен араласқанға дейін ғана миксерлейтін боламыз. Ұзақ миксерлемеңіздер. Осы массамызды пергамент қағазына, качествосы жақсы пергаментке салыңыздар, сонда жабыспай пісетін болады. Осылай бетін тегістеп 170 градусқа 30-35 минутта пісіріп аламыз. Беті корочка болып, әдемі болып піседі, сол уақытқа дейін ұстайсыздар. Міне осындай болып шығады. Және піскеннен кейін оны басқа пергамент қағазына осылай төңкересіздер. Және бетіндегі қағазын алып тастайсыздар. Толық суығанша күтесіздер. Ол уақыт ішінде кремін жасай береміз. Творожный сыр мен қантты араластырып взбивать етеміз миксермен. Кремге қосылатын сливкеңіз және творожный сырыңыз мұздай холодильниктен шыққан болуы керек. Екеуі жақсылап араласқаннан кейін сливкиді құйып отырамыз да миксерлеп қою осындай крем жасаймыз. Тортымызды жинақтау үшін осы піскен меренганы негізі 3-ке бөлсеңіздер әдемі шығады екен. Мен 2-ге ғана бөлдім. Және үстінен кремді жағамыз. Кішкене ғана кремді бетінен жағуға қалдырасыздар. Осылай слой ғып, қалың слой ғып жағамыз. Және мен малина салдым ортасынан. Клубника салсаңыздар болады, немесе басқа өздеріңізге ұнайтын фрукты салсаңыздар болады. Осылай ораймыз. Оны алып екіншісіне қойып, ары қарай ораймыз. Сонда осындай торт шығады бізде. Астына міндетті түрде крем жағып қойыңыздар, торттың жақсы тұруы үшін. Сыртынан кольцо кигізіп, тортымызды холодильникке формасына келу үшін қойып қоямыз. Одан кейін үстінен крем жағып, оның үстінен мен малинамен толтырып қойдым. Өте дәмді, нәзік торт шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді тигренок түріндегі оливье жасаймыз. Жаңа жылда оливьесіз елестету мүмкін емес, сондықтан мен осы салатты жаңа түрде жасап көруге кеңес беремін сіздерге. Барлық ингредиенттерді осылай турап аламыз. Және үстінен тигрдің сызықтарын жасау үшін мен оливке қолдандым. Және ағы мен сарысына жұмыртқаның ағын және сәбізді үккіштен өткіземіз. Осындай ыдысқа бірден тигрдің формасын жасап, осылай сала береміз. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай формасы. Оның үстіне майонез себеміз.
картопты саламыз, тағы да майонез. Осылай слой-слойлап жағып отырамыз. Сәбіз және оның үстінен тағы да майонез. Оның үстінен тұздалған қияр. Тағы да майонез. Жұмыртқа саламыз. Оның үстінен де майонез себеміз. Үстінен жасыл бұршақты салып, оның үстінен де майонез себеміз. Барлық слой біткеннен кейін бетін әрлеуге кірісеміз. Ол бізде сәбізді күштен өткізуіміз керек және жұмыртқаның ағын өткізуіміз керек. Менде толық бір сәбіз кетті, мына жарты сәбіз жетпеді. Тағы да кішкене сәбіз өткіздім. Және 2 жұмыртқаның ағы кетті. Формасын осындай ғып жасадым. Асты жағы, бет жағы ақ болады. Оны да күштен өткізіп жұмыртқаны асты жағын толықтай қоямыз. Енді оливкемен осы тигрдің бетін, көздерін барлығын жасаймыз осындай ғып. Бұл жағы сіздердің фантазияларыңызға байланысты, түрін қандай етіп жасау. Мен осындай ғып жасадым. Менің тигрыма комментарий бөліміне баға бере кетіңіз. Енді тіске басарға кеттік. Ол үшін мен сырды күштен өткіздім және краб таяқшаларını күштен өткіздім және жұмыртқаны күштен өткізіп дайындадым. Осы салма өте дәмді шықты. Кез келген, мысалы, лавашқа жасасаңыздар да болады, осындай туры, осындай салманы. Оның үстінен майонез қостым және кішкене ғана бұрыш сеуіп қойдым. Осы огурецтерімізді, қиярларды осындай жіңішке етіп өткізуіміз керек. Бірақ менікінен өтпегендіктен мен осылай пышақпен турадым. Және осылай орап, қыстырып қоямыз. Үстінен әрлеуге мен осы оливкемен сәндедім. Өздеріңіздің қалауларыңызша черри помидорын қойсаңыздар да әдемі кетеді. Келесі тіске басар бізде жаңағы белоктардан қалған сары уызымыз бар ғой, соған тұз, бұрыш, кішкене сүт қосып, осыдан араластырып блинчик пісірдім. Сәл үзілгіш болып келеді, сондықтан абай болып жайлап көтеріп қана пісіру керек. Міне осындай болып пісті. Және оның үстінен мен творожный сыр жақтым. Салатный лист және қызыл балық қолдандым. Қызыл балықтарыңыз көбірек болса да өте дәмді шығады. Мен осы 2 блинчиктен 1 рулет жасадым. Егер көптеу жасайтын болсаңыздар, онда
блинчикті көбірек пісіру керек. Келесі бізде руккола салат. Рукколаны тазалап жуып алып, оны ыдыстарымызға саламыз. Салаттың заправкасын дайындауға мен оливковый май қолдандым. Осы майдың үстінен горчица қостым. Три желанияның с медом деген түрін алдым. Осындай. Осыдан кішкене жарты қасықтай қостым. Және егер өздеріңізге ұнайтын болса, сәл көптеу қоссаңыздар да болады. Соя тұздығынан 2 қасық қостым. Бұрыш. Осыны араластырып алып, оның үстінен осы біздің апельсиніміздің кішкене согын құйып жібердім. Апельсинді салатқа да саламыз, сондықтан осылай 2-ге бөліп, және одан кейін тағы да бөліктерге бөліп, осындай шетін, согын құйып жібересіздер. Және салат рукколаның үстінен құйып, оны қолмен 1-2 осылай араластырып қоямыз. Енді үстінен осы апельсиндерімізді салып, және қызылшаны, бір ғана қызылша жетеді екен, осы 2 тарелкаға қызылшамызды саламыз. Өте пайдалы салат болды. Міндетті түрде жасап дәмін татып көріңіздер. Оның үстінен осындай фетаксадан алып, бөліктерге бөліп, бетіне салып қойдым. Және оның осы салаттың бетінен оливковый майдан тағы да кішкене ғана сеуіп қойдым. Болды, дайын. Барлық тағамдарымыз дайын. Тамашалап көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің дастархандарыңызды менің тәттілерім жарқыратып, қуантып тұрса, мен өте қуанышты боламын. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Жұлдызай. Жаңа жылда сіздерге мол табыс, отбасылық бақыт тілеймін. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыздар.